Алланың пендесіндегі хаққысы және біздің Алладағы хаққымыз не, білесің бе? Алла тағала қасиетті Құран кәрімнің Ниса сүресі 36 аятында: Аллахқа құлшылық жасаңдар. Оған ештеңені серік етіп қоспаңдар. Ата-аналарыңмен, туған-туыстарыңмен, жетімдермен, қамқорлықты керек қылған адамдармен, алыс-жақын көршілеріңмен, достарыңмен, қол астарыңдағы қызметшілермен жақсы араласыңдар. Алла барлық дандайсыған мақтаншақтарды жақсы көрмейді дейді. Осы аяттан білетініміз: Алланың пенделеріндегі хақысы адамның оған ортақ қоспауы екен. Бұл туралы сахаба Муаз ибн Жабал радиаллаху анху былай деген: бір күні мен пайғамбарымыздың салаллаху алейхи уә сәллям есегінің артында мінгесіп отырғанымда пайғамбар салаллаху алейхи уә сәллям менен: әй, Муаз! Алланың құлындағы хақларын және құлдың Алладағы хақларын білесің бе? деп сұрады. Мен: Алла және оның елшісі жақсы білетіді дедім. Ол салаллаху алейхи уә сәллям: Алланың құлдағы хақысы олардың Аллаға ешкімді серік етіп қоспай, тек өзіне ғана құлшылық жасауында. Ал құлдың Алладағы хақысы оған ортақ қоспаған құлдарын өз мейіріммен кешіруі, жазаламауы деген. Бұхари. Бұл жерде Аллаға ғибадат ету мен оған ештеңені ортақ етпеу әмір етілгеннен кейін артынша адамдардың қарым-қатынастағы бірнеше сатылы ақылары тілге тиек етіледі. Ата-ананың ақысы мәселесінде ата-ананың қайдінде болуы маңызды емес. Олар басқа дін өкілдері болса да, ислам діні мұсылмандарға ата-анасының ақысын беруді қатаң талап етеді. Тіпті олар қартайып, әл-дәрмені құрыған шақта уықтеп зекімеуге бұйырады. Ал хадис өсиеттері мен Алқама, Уәйс әл-Қарани уақиғалары сияқты ғибратты риуаяттар ата-ана хақысының айрықша маңызға ие екенін білдіреді. Ал осындай исламдық тәрбиеде нәр алған бабалар даналығындағы ата-анаң жынды болса, байлап бақделінетін тәрбие тәмсілі ата-анасының қайдынды ұстанғаны былай тұрсын, ақыл есі сау болмаса да хақсын беруге тиісті тұлғалар екенін айғақтаса керек. Ешкімді, еш нәрсені Аллаға серік қоспай құлшылық ету, қарапайым нәрсе болып көрінгенімен, кейде оймен, жүрекпен көп қателіктер жіберіп алуымыз мүмкін. Мысалы, ана дәріні ішіп едім жазылып кеттім деген сияқты. Алла шипасын берсін деп бисмиллах айтып ішуіміз керек. Дұрысы сол. Сол үшін сөзімізге өте мұқият болуымыз қажет. Алладан басқа еш нәрсе жол ашуға, ризық әкелуге, қорғап қалуға, шипа беруге құдіреті жоқ деп сенуіміз керек. Өйткені бұл жерде Алланың хақысына кіру қаупі бар. Сол секілді Алладан артық бір нәрсені жақсы көру, қорқу, үміт ету Алланың хақысына кіру болып саналады. Айналып келгенде бүкіл жақсылықты, бүкіл әлемді берген Раббымыз бір ғана нәрсені сұрайды екен. Оған ғана сенуді, одан ғана сұрауды, оны ғана бәрінен жақсы көруді. Ендеше Ниса сүресі 36 аятында: Аллахқа құлшылық жасаңдар. Оған ештеңені серік етіп қоспаңдар деген бұйрығына Құранда дұрыс жауапты нұсқайтын бір аят бар. Раббымыз Мұса пайғамбарға алейхи сәлем: сондықтан маған құлшылық ет және мені еске алу үшін намазды толық орында Таха сүресі 14 аят деп айтқан. Намазда адам жүрегімен де, тілімен де, денесімен де Алланы еске алады, бағынады. Намаз Алланы еске алудың ең үлкені және Алланың назарында болудың ұлы мүмкіндігі. Бұл туралы Құранда мені еске алыңдар, мен де сендерді еске аламын, Бақара сүресі 52 аят делінген. Яғни намаз құл қожайынын, қожайын құлын еске алатын ғажайып сәт. Рас, күнделікті атқаратын шаруамыз көп. Қаншама қарбаластың арасынан мені жаратқан, маған барлық қажеттілікті берген иемнің алдында өзі белгілеген уақытта еске алу үшін келдім, оның алдындағы міндетімді орындаймын, барлық жақсылық үшін оған шүкір етемін, алғыс айтамын деп намаз сөздерін жүрекпен сезіне жақсылап оқыса, намаз оқудағы мақсат орындалды. Намаз исламның ең үлкен тіректерінің бірі және адам қиямет күні ең бірінші есеп беретін нәрсе. Намаз пайғамбардың салаллаху алейхи уә сәллям көзінің нұры болған және өзін азаптаған азап пен азапқа қарамастан дүниеден озар алдында да намазға ерекше мән беруді бізге өсиет еткен. Умму Сәләмәден радиаллаху анху риуаят етілген. Алла елшісінің салаллаху алейхи уә сәллям соңғы өсиеттерінің бірі намаз және тағы да өзіңе тәуелділердің хақысын таптама деген сөзі болды. Алла елшісі салаллаху алейхи уә сәллям бұл сөздерді екіленіп ұзақ қайталағаны сонша мүбәрәк тілін енді қозғалта алмай үнсіз қайталай бастады. Ахмад 26483. Бұл хадисте Алла елшісі салаллаху алейхи уә сәллям үмбетіне 5 уақыт намазды толық орындауды, оның барлық шарттарын сақтауды, барлық тіректі және қалаулы амалдарды орындауды, сондай-ақ олардың уақытында орындалуын қадағалауды және кейінге қалдырмауды өсиет етті. Қасиетті Құранда: Расында мен Алламын, менен басқа ешбір шынайы тәңір жоқ. Маған құлшылық ет және намазды орында, сонда мені еске аласың деп ескерткен Таха сүресі 14 аят. Намаз Алла тағаланың өз елшісіне салаллаху алейхи уә сәллям түнгі миғражда жүктеген бірінші міндеті.
Және бұл пайғамбарымыздың салаллаху алейхи уә сәләм өлер алдында үмметіне соңғы өсиеті: намаз, намаз және оң қолдарын ұстап алғандар. Ал намаз қиямет күні құлдың есебі басталатын жер және бұл дүниеде діннен айырылатын ең соңғы нәрсе. Ал намаз жойылса, барлық дін жойылады деген Мәжмуул фатауа 3432. Ақиқатында адам мен көп құдайшылық пен күпірліктің арасында намазды тәрк ету бар. Жабир ибн Абдуллах былай дегені жеткізіледі: мен пайғамбардың салаллаху алейхи уә сәләм былай дегенін естідім: ақиқатында адам мен көп құдайшылық пен күпірлік арасында намазды тәрк ету бар. Хадистер: Ахмад 3370, Муслим 82, Әбу Дәуд 4678, Ат-Тирмизи 2620, Ән-Насаи 1232, Ибн Мажа 1078. Алғашқыда мұсылмандарға 5 уақыт намаздан бұрын күніне 2 рәкат намаз бұйырылды. Бұл Ибрахим пайғамбардан алейхи сәләм бастап барлық пайғамбарлардың жолы. Алла тағала осы 5 уақыт парызды бекітуден бұрын мұсылмандарға ақырет туралы аяттарды түсірді, өзін таныстырды. Сондықтан намаз бастамас үшін Аллаға және ақыретке деген білімімізді толықтырып алу маңызды. Бұл сізге қиындықтарда шайқалтпайтын қазық тірек болады. 5 уақыт намаздың жер бетінде емес, көкте, миғражда тікелей Алланың алдына барғанда парыз етілгені оның өте маңызды амал екендігінің дәлелі. Бір күнде 50 намаздың сауабын жинайсың. Қандай керемет жеңілдік! 5 уақыттың өзін қиынсынатынымыз тағы бар. Намаз құдіреттің бұйрығы, құлшылықтың ұлығы, амалдардың абзалы. Өзге құлшылықтардың барлығы да Жәбірейіл періште алейхи сәлем арқылы жер бетінде бұйырылса, намаз аспан әлемінде періштенің қатысуынсыз парыз етілген ғибадат. О баста Мұхаммед пайғамбардың салаллаху алейхи уә сәләм үмбетіне 50 рәкат намаз парыз етіледі. Адамдардың қиынсынуын уайымдаған Алла елшісі салаллаху алейхи уә сәләм бірнеше рет Алла тағаланың алдына барып азайтуды өтінгенде, намаз 5 уақытта қысқартылып, балиғат жасына толған әрбір адамға парыз етілді. Бұхари. Алайда Алланың кеңшілігімен 5 уақыт намаз үшін 50 бас намаздың сауабы берілетін болады. Намазды не үшін оқимыз? Сен намазды жұрт үшін емес, Алла үшін оқисың. Алланың бұйрығы болғандықтан оқисың. Намаз саған не үшін керек деп айтқан адам ертең машқар алаңында сен үшін ара түсе алмайды. Ол кезде, бауырым, ол түгілі сенің жан әкең мен асыл анаң да дәрменсіз болады. Кешегі оқылмаған намазың үшін, алдың күні қаза болған намазың үшін, оның алдындағы тәрк етілген намаздарың үшін өзің жауап бересің. Егер намазыңнан айырылсаң қайта баста, бауырым. Бұрын оқыдың сөздерінде тәртібінде білесің. Білмесең қайталап ал, білетіндерден сұрап ал. Ешкімнің сөзіне де, кекете қараған көздеріне де назар салма. Өйткені, бауырым, бұл сенің намазың, бұл сенің өмірің, бұл сенің ақыретіңе жасап жатқан дайындығың. Алла қолдап қайта жығылып жатсаң, екіншілей намазыңнан айырылмашы. Әбу Нұр Хаят. Дұға: иманымыздан ажырата көрме, күнәдан қорғай көр, 200-ліктен сақтай көр, намазымыздан алыстата көрме, бізді мұсылман күйімізде ал. Намаздың пайдасы. Бірінші, күнәларды төгеді. Намазға ниет етіп, дәрет алған адамның күнәлары төгіледі. Алланың иманды құлы дәрет алып бетін жуған кезде, оның бетінен судың соңғы тамшысымен көзімен көрген күнәлары түседі. Ал қолын жуған кезде, сумен бірге оның қолымен ұстаған күнәлары түседі. Ал аяғын жуған кезде, сумен бірге оның аяғымен барған күнәлары түседі. Осылай барлық күнәларынан арылғанша жалғасады. Күнделікті орындалған 5 уақыт намаз, әрбір жұма намазына қатысу, Рамазан сайын ұсталған ораза, осы аралықта үлкен күнәдан басқа жасалған кіші күнәлардың бәрінің кешірілуіне себеп болады делінген хадисте. Муслим. Бірде пайғамбар салаллаху алейхи уә сәләм айтты: қалай ойлайсыңдар, егер де сендердің біреулеріңнің есіктерінің алдында өзен ағып жатса, және оған күн сайын 5 уақыт жуынатын болсаңдар, бойларыңда қандай да бір кір қала ма? Адамдар: жоқ, Алла елшісі, ешбір кір қалмаушы еді деді. Сонда ол, бұл Алла тағала күнәларды жуатын 5 уақыт намаздың мысалы секілді деген екен. Бұхари, Муслим. Осылайша Алла тағала намаз бен намаздың арасында кеткен қателіктерді кешіріп отырады. Екінші, тілек тілеудің көпірі. Алла тағала Құранда: әй мүминдер, сабыр және намазбен Алладан жәрдем тілеңдер. Күдіксіз Алла сабыр етушілермен бірге деу арқылы қажетін сұрағысы келген адам мен Раббысы алдындағы негізгі көпірдің намаз екендігін айқын көрсетті. Бақара сүресі 153 аят. Намаз діннің тірегі, имандылардың жарық нұры және құлдың өз иесімен байланысу, жүгіну жолы. Егер адам намаз талаптарын толық ұстанып, Раббысының алдында жан тәнімен бойсына, және өзінің иесі алдында тұрғанын сезініп, сөздері мен қимыл әрекетін саналы түрде орындап, шын беріле жалбарынатын болса, онда оның намазы оған діннің барлық қалған міндеттерін, үкімдерін орындауға міндетті түрде көмектеседі. Өйткені намаз бұзық және жазғырылатын іс әрекеттерден тосады.
Ал намаз үстіндегі Аллаға берілу, Раббысының алдында өзінің ештеңе еместігін әрі оның ұлылығын сезіне, берілу адам жүрегінде Раббысының бұйырғандарын орындап әрі оның тыйымдарын бұзбауға үндейтін бір ерекше сипатты пайда етеді. Мұсылмандарға міне, осындай намаз арқылы жәрдем тілеу бұйырылған. Үшінші, береке мен ризық көзі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уә сәлем Алла тағаланың сөзін жеткізіп, «Ей адам, маған құлшылық етуге уақыт бөл. Мен сенің жүрегіңді байлыққа толтырып, сені кедейліктен сақтаймын. Ал егер бұны жасамасаң, жұмысыңды көбейтемін де, сені кедейліктен құтқармаймын» деген Тирмизи. Ал намаз құлшылықтың ұлығы. Естідің бе? Алла тағала мен оның елшісі саллаллаху алейхи уә сәлем ешқашан жалған айтпайды. Шын мәнде ризық беруші, ол Алла, ақша мен байлықты өзі қалай берсе, тура солай алып та қоя алады. Төртінші, сәждемен дәрежелер көтеріледі. Алла тағала сәжде жасаған құлының дәрежесін көтеріп, күнәсін кешіреді. Муслим. Сондай-ақ адам баласы сәждеде рух ләззатын артығырақ алмақ. Сәжде жасаған маңдай тозақ отына харам етілген. Алла тағала Құранда елшісіне ергендерді былай деп сипаттайды: оларды руку жасаған, намазда иілген, сәжде еткен, Алладан кеңшілік әрі ризалық іздеген түрде көресің. Олардың жүздерінде сәжделерінің ізінің дерегі бар. Фат сүресі 29 аят. Иә, маңдайында сәжде ізі болған адам қандай бақытты. Рабия ибн Қағып әл-Әслами радиаллаху анху жеткізуде, ардақты пайғамбарымызға салаллаху алейхи уә сәлем дәрет суын жеткізіп беріп, басқа да қолғабыстар жасайтымын. Бір күні, тілегің болса, маған айт деді. Сізге жәннатта жақын болғым келеді дедім. Ол, осыны ғана сұрайсың ба деді. Мен тек осыны ғана қалайтынымды айттым. Сонда Алланың елшісі салаллаху алейхи уә сәлем, онда өзің үшін көп сәжде жасап, маған көмектес деді. Муслим. Бесінші, иманыңды өлшейді. Намаз адам иманының дәрежесінің көрсеткіші. Әркім исламнан өз үлесін алады, және бұл үлес намаз дәрежесімен өлшенеді. Адам өзінің дініне деген махаббатын білгісі келсе, жүрегінің намазға деген сезімін тексеруі қажет. Ал ислам ғұламалары, Алланың алдындағы қадіріңді білгің келсе, мына дүниеде не істетіп қойғанына қара деген. Иманның әлсіздігі, я күштілігі және Алланы, ақыретті немесе дүниені көп ойлайтындығымыз намазға деген қарым-қатынаспен анықталады. Алтыншы, жәннаттан үй сыйлайды. Адамның құлшылығы үшін жаратылғанын білеміз, ал намаз құлшылықтың ең үлкені. Бір намаздың бойында еселеген сауаптар бар. Кімде-кім құптан намазын мешітте жамағатпен оқыса, ол түннің жарымын намазбен өткізгендей болады, және кімде-кім таң намазын жамағатпен оқыса, түнді түгел намазбен өткізгендей болады. Муслим. Жамағатпен оқылған намаз, жалғыз оқылған намаздан 27 есе артық. Сахих хадистерде таң намазы мен құптан намазының сауабын білсеңдер, мешітке еңбектеп болса да келер едіңдер. Таң намазындағы 2 рәкат, бүкіл дүние мен оның ішіндегі барлық жақсылықтан артық делінеді. Ал кім парыз намаздардан бөлек 12 рәкат намаз оқитын болса, оған жәннаттан бір үй соғылады. Муслим. Жетінші, шығынға ұшыраудан құтқарады. Қасиетті хадистердің бірінде, адамның амалдарынан ең алғаш сұралатыны намаз. Егерде намазы толық болса, онда ол жетістікке жеткен болып саналады. Ал егерде толық болмаса, онда ол анық шығынға ұшыраушы болады. Тирмизи делінсе, келесі бір нұсқасында, шын мәнінде ұлы қиямет күні мұсылман құлдың сұралатын ең бірінші нәрсесі намаз. Өзіне айқын бола тұра, құдіретті ұлы Алла тағала өз періштелеріне, құлымның намазы толық еместігін қарап көріңдерші дейді. Егерде толық болса, онда толық деп жазылады. Ал егерде кемістігі бар болса, онда Алла құлымның қосымша оқыған намаздары бар ма екен, байқап қараңдар деп айтады. Егерде оның оқыған қосымша намаздары бар болса, Алла тағала парыз етілген намаздарды қосымша намаздармен толықтырыңдар деп бұйырады. Осыдан кейін басқа істер үшін де осылай есеп айырысу жүргізіледі деп айтылады. Әбу Дәуд. Сегізінші, тәннің шипасы. Ислам ғұламалары намаздың тән және жан саулығына таңғаларлықтай әсері бар, сондай-ақ күш-қуатты сақтап, зиянды әсерлерден сақтайды. Ауру немесе қиын проблемаларға тап болған екі адамды салыстырып қарайтын болсаңыз, намаз оқып жүрген адамның ауыртпалығы әрдайым төмен болады. Намаз оқушының соңғы нәтижесі міндетті түрде жақсы болмақ деген. Бұхари мен Муслим келтіретін хадисте былай делінген: ұйқы алдында шайтан әрбіріңіздің желкеңізге 3 түйін түйеді, сенің алдыңда ұзақ түн, осылай ұйықтай бер дейді. Егер адам оянып, Алланы есіне алса, бірінші түйін шешіледі, дәрет алғанда екінші түйін шешіледі, намаз оқи бастағанда үшінші түйін шешіледі, және адам күнді сергек қарсы алады. Егер мұны жасамайтын болса, күнді нашар көңіл-күймен және жалқаулықпен қарсы алады деген. Сондай-ақ сәжде жасаудың бастағы қан айналымына, әрбір қимылдың буындарға, көзге, ас қорытуға оң әсерін беретіндігін бұқаралық ақпарат құралдары жарыса жазып жүр. Күніне 22 рәкат намаз оқыған адам әр рәкатта 4 қимылдан жасайды.
Бұл сөзсіз тән саулығына жақсы әсерін тигізбей қоймайды.